Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде үшінші аудио-видео мәтін. Келесі мәтінді қазір мен оқимын. Сіздер егер бірінші рет кірген болсаңыздар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Жапон елінің бір қалашығында қарт самурай тұратын. Ол өз шәкірттерін білімді, ақылды етіп тәрбиелейді. Бір күні сабақ барысында өзінің тәртіпсіздігі мен қатыгездігімен елге аты жайылған жауынгер келеді. Оның өзіндік әскери тактикасы болатын. Ол қарсыласына ауыр сөздер айтып, ашуландырады. Ызаланған қарсыласы жекпе-жекке шығып, ашудың салдарында қателіктер жіберіп жеңілетін. Бұл жолы да жауынгер қарт самурайды ашуландыру үшін балағат сөздерін жаудырады. Алайда самурай оған қалт етпейді. Әлгі жігіт 3 рет қайталап көреді. Самурай сабағын жалғастыра береді. Ызаланған жауынгер есікті теуіп кетіп қалады. Мұны бақылаған шәкірттері самурайдан: «Ұстаз, неге оның мұндай тәртіпсіздігіне жауап бермедіңіз? Оны жекпе-жекке шақыру керек еді», деп. Дана самурай: «Сізге біреу сыйлық алып келіп, сіз қабылдамасаңыз, ол кімнің қолында қалады?» деп сұрайды. «Өзінің есінде», деп жауап береді шәкірттері. Бұл қызғаныш, ашу, кемсіту мен мысқылға да қатысты. Оларды қабылдамағанша барлығы өз есінде қалады, деп айтады самурай. Расында да, біреудің ашулы сөзін көңілге алмасаңыз, жүйкеңіз тозбайды. Демек, денсаулығыңыз да қалыпты болады. Бірінші сұрақ. Асты сызылған сөзді қандай сөзбен алмастыруға болады? А. Айла. Б. Нұсқа. С. Жекпе-жек. Д. Әдіс. Екінші сұрақ. Жауынгер неге ашуланды? Самурайдың оны ренжіткені үшін. Б. Басқа шәкірттерді жеңе алмағандықтан. С. Қарт ұстаздың ызаланбағаны үшін. Д. Өзінің тәртіпсіздігі үшін. Үшінші сұрақ. Мәтінге сәйкес қарт самурай: А. Қатыгез. Б. Ашушаң. С. Жауапкершіліксіз. Д. Данышпан. Төртінші сұрақ. Көп нүктенің орнына мағынасы бойынша сәйкес келетін сөзді қойыңыз. А. Қуанды. Б. Өкінді. С. Ашуланды. Д. Өкпеледі. Бесінші сұрақ. Мәтіннің негізгі идеясы. А. Жауға қарсы мықты күшпен төтеп беру. Б. Ынтымақ пен бірлікте өмір сүру. С. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету. Д. Ашуланбай, сабыр ете білу. Міне, құрметті оқушылар, жауабын мен айтпаймын, жауабын комментарийге өздеріңіз жазып көрсетіңіздер. Мені тыңдап көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.